Менің кеудем дала бейне тым ескі, тыңдайды ол жер бетінің бар зарын. Баяғынды жеткізсем бе көмескі, бүгінгінің жеткізсем бе аңсарын. Демеп едік бізді біреу күндейді, серпін берсе деген кім бар самғама. Атақ, ақша айырбасқа жүрмейді, бұл кеудені мекендейді ән ғана. Өлу деген сүйе алмай сор кешу, сүю деген өліп қайта оралу. Оңай деппең бал мен уды бір кешу, ән жазуда бар болу һәм жоғалу. Жүрексіз ән жазылады ол кезексіз, пенделердің жүрмейді оған сабағы. Кім шынымен сүйе алады есепсіз, сол адамның тарих әні қалады. Ассалаумағалейкум қымбатты ән сүйер қауым. Қайырлы күн, құрметті ханымдар мен мырзалар. Биыл екінші рет ұйымдастырылып отырған республикалық Әлқожаның әндері ән байқауына қош келдіңіздер. Алаштың аяулы, қазақтың қайсар қызы, ең бастысы 5 баланың анасы Роза Әбдіразақ қызының әншілігімен қатар сазгерлік қыры қалың жұртқа мәлім. Ал ақындығына күллі алаш жұрты әл өлеңдері мен ойлар жинақ арқылы қанық болды. Ендеше сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен ортаға әнші, ақын, сазгер Роза Әлқожаны шақырамыз, қарсы алыңыздар. Армысыздар, қымбатты жанкүйерлер, апалар, ағалар, жалпы замандастар. Бүгінгі байқауға қош келдіңіздер. Біз бұл байқауды ең бірінші әлеуметтік желіде бастаған болатынбыз. Әлеуметтік желіде өткізу оңай екен. Бәрін тыңдап ішінен ұнағанына бас жүлде беріп, бірінші орын беріп, былтыр солай орамал сыйлаған болатынбыз. Яғни байқау ең бірінші орамал сыйлаудан басталған. Бүгін өзгеше өткізуге бел будық, өйткені біздің биылғы қатысушыларымыз ерекше. Биылғы қатысушыларымыз бірінен бір өтеді. Тіпті қырғыз елінен де мен сені сүйем өмір деп дуэт болып, трио болып ән шырқап, баянмен ән шырқап жібергеннен кейін біз жүлдені шынында да кім алады екен деген сұрақ туып, осылай өткізуге бел будық. Бүгін шын мәндегі ресми байқаудың бірінші байқауы болып тұр. Сондықтан келген жанкүйерлердің көптігі аздығы емес, маңыздысы бүгінгі байқауға келген қатысушылардың бағы. Өйткені олар үміт арқалап Қостанайдан, Жетісайдан, Қазақстанның барлық өңірінен келіп отыр. Әрине, Алматыдағы қатысушыларға оншалықты қиын емес, бірақ алыстан келген қатысушыларды біздің қазылар алқасы жақсылап, жіті қадағалап, жүлде беріп жібереді деп ойлаймын. Тағы да қош келдіңіздер. Бұл байқау әрине біздің Орамал клуб деген клубымыз бар. Клубтың төрайымы Әсел Айымбет деген қыздарыңызды бір көрсетіп қойсам, келе ғой Әсел. Әсел Қалдыбай қызы Айымбет бүгінгі жобаны ұйымдастырып отыр. Әсел қыздарыңыздың арқасында міне бүгінгі сахнаның безендірілуі, жалпы қатысушыларды іріктеу барлығын осы Әсел қыздарыңыз жасады. Әсел, саған көп-көп рахмет. Біздің Орамал клуб ешқандай ақысыз, есепсіз жұмыс жасайтын клуб. Бұл қазақтың қыз келіншектеріне арналған клуб. Сол клубтың төрайым ретінде Әсел бірнеше шараны өткізген болатын. Бүгін сондай бір шараның бірі болып жатыр. Бұл әрине Әселге де оңай емес, өйткені ән байқауы қашанда қызықты және тартысты. Бүгінгі қазылар алқасына рахмет айтқым келеді. Салтанат Айбергенова бастап келіп отыр. Қазақтың үлкен ақыны, ұлы ақыны Төлеген Айбергеновтың қызы. Өзі де ақын, қазақтың сән салтанаты келіскен қыздарының басында тұрған біздің үлгі тұтатын әпкеміз, біздің талай шәкірттер тәрбиелеген үлкен ұстаз, ана. Салтанат әпке, бастап келіп отырғаныңызға көп-көп рахмет. Қазылар алқасында бүгінгі кеш әрине YouTube желісіне салынады. Оны әділ деген біздің
азаматымыз арнайы ұйымдастырып отыр. Әдеке, сізге де көп-көп рахмет. Сондықтан әдемі болып, қошеметтеп, аз болсаңыздар да көбірек шапалақтап, солай қошеметтеп отыруларыңызды сұраймыз. Әрине, ол қошемет ең бірінші біздің қатысушыларға керек. Енді Қазылар алқасын өзім тағы да таныстырып өтейін, өйткені алғысым шексіз. Бұл ән байқауы әрине өзім үшін емес, осы елдің жүрегіне жеткен әндерді білу мақсатында. Қай ән елдің жүрегін көбірек тербейді екен деген сұрақпен жасалған болатын. Композитордың бақыты әні елдің жүрегіне жетсе ғана бақытты. Ал жүздеген ән жазып, оның біреуі де елге жетпейтін болса, ол тек қана қағаз жүзіндегі дүние болып қалмақ. Сондықтан осы әндерді іріктеуге мен бүгін Қазылар алқасында болмаймын, өйткені ол әділетсіз болады. Сондықтан менің өнердегі қолдаушыларым, жанашырларым, Өмірқұл Айниязов келіп отыр орталарыңызға. Өмірқұл қазақтың дәстүрлі әнін, этно және бүгінгі заманауи әндердің барлығының түбін, тамырын білетін, бүгінде өнегелі сондай жастарға айтары бар әнші, үлкен әнші. Рахмет, Өмеш деп айтам ғой енді, Өмірқұл деп. Сосын қасында әрине менің досым, қазақтың ақын өзі, сазгер өзі, әнші, қос қанатты өнерпаздары аз, бірақ соның ішінде өзі саз, қазаққа өзі де ән сыйлап жүрген Қажымұрат Шешенқұл келіп отыр орталарыңызда. Рахмет, бүгінгі ән байқауына қолдап келіп жатқандарыңызға. Ең бастысы өнерпаздардың бірін-бірі қолдау деген үлкен дүние. Сіздер шаршамаңыздар, бұл байқау ұзақ болады, өйткені барлығын тыңдап, барлығына мән беру деген маңызды дүние. Енді осы жігіттердің шырайын ашып келіп отырған, қазақтағы инабатты, әдепті, сонымен бірге сызылта салған даусымен қазақтың даласын сыңғырлатып әнге бөлеп жүрген қазақтың Жанболаты деген керемет жігіттің жары, өзі жеке тұлға болса да, әрине, өзінің орны бір бөлек. Жанболатпен бірге қазақтың барлық отбасыларына үлгі болып жүрген аяулы ана, ардақты келін Жазира Байырбекова. Жазира, көп рахмет. Мерейлеріңіз үстем болсын. Енді бүгінгі кешті ұйымдастыруға атсалысқан біздің ән байқауы бірінші рет өтіп тұрғандықтан, біз тәжірибеміз аз, көп дүниелерді білмейміз. Бізге ақыл қосқан ақылдастар алқасының мүшесі, ұйымдастырушылар алқасының белді мүшесі, өнердегі, өмірдегі менің досым, Қазақ радиосының майталман журналисті, қанша жылдан бері қазақтың құлағында үні қалып, дауысын естісеңіздер бірден танитын Тайжарыс фестивалінің негізгі ұйымдастырушысы, қазақтың талай жастарын қолдап жүрген, талай балалардың тұсауын шешіп өнерге қадам бастырып жүрген Гүлбағыш Бостан. Гүлбағыш, көп рахмет. Осындай аяулы жандардың арқасында бүгін бәріміз жиналып отырмыз. Бүгін кешкі сағат 5-те Әл-Фараби Бегарысұлы деген менің шәкіртім, өнерге қадам басып келе жатқан ақын сазгер жігіттің тұсаукесер кеші өтеді, альбомы жарық көреді. Тағы да осында кетіп қалған жоқ па? Бүгінгі кештің бас демеушісін көрсете салайын, кетіп қалмай тұрып. Кетіп қалды ма? Алмас Мұстафа деген жігітке алғыс айтамыз. Мен бір жігітті ұмытып кетіппін ғой. Қазылар алқасының мүшесін таныстыра кетейін деп өзім алып ап, бұл жігітті ұмытып кету мүмкін емес. Өйткені айғада барамей деп хит әнді жазып жүрген. Қазіргі көптеген хит әндердің авторы, жазба поэзияда да өзіндік орны бар. Анау Бақытжан Алдиярлар бастаған көшті. Бақытжан айтады ғой, артыма қарасам ақын жоқ сияқты деп. Бақытжанның артында ақындар көп негізі. Сол көп болса да жалғыз, өзінің ән айту мәнері бөлек, өлең жазу стилі бөлек. Ақтөбеден Алматыға қоныс аударып, бүгін күллі Алаштың жүрегіне жол тауып жүрген
Аян Сейітов деген азамат келіп отыр орталарыңызда. Аян, рахмет, кешірім сұраймын. Сол кештің басында бір ауыз рахмет айтып қояйын дедім. Ал енді баршамызға Алла ең бірінші сабыр берсін, сосын қазыларға жүректеріне әділдік берсін, бүгінгі байқауда абырой берсін баршамызға. Бүгінгі кештің жүргізушілерін таныстырып кетейін. Менің Есенқұл Жақыпбеков деген жақсы көретін ағам өтті дүниеден. Ол менің ағам деп өзім жеке меншіктеп айтып жатырмын. Қазақтың үлкен тұлғасы, қазақтың Есенқұлы. Сол Есі ағамның тәрбиелеп кеткен, өзінің соңына қалдырып кеткен қос тұяғы тұр орталарыңызда. Аяулым қыздарыңыз, айтуған ұлдарыңыз ортасында айтыс жасап береді қаласаңыздар. Бүгінгі кештің жүргізушілерін арнайы сөздің қадірін біледі, кісінің қадірін біледі деп арнайы Ұзынағаштан арнайы келіп отыр. Көп-көп рахмет. Сізге де рахмет. Роза әпке, есіңізде ма, бір кездері елімізде түріктің сериалдары қаптап тұрған шақта үлкен апаларымыз Бериванның орамалын алдық деп қуанатын. Ал қазір Аллаға шүкір Роза Әлқожаның орамалын алдық деп төбесінен тастамай апаларымыз қадір тұтады. Түріктің Бериванның орнын қазақтың Розасы тартып алса, ол біз үшін де, сіз үшін де үлкен қуаныш. Роза Әлқожа жасай берсін ағайын. Бүгінгі сайыста еліміздің түкпір-түкпірінен келген өнерпаздардың өнерлерін тамашалайтын боласыздар. Алдын ала өткізілген іріктеуден 1000-нан тұлпар, 100-ден жүйрік болып шыққан 14 қатысушы бүгін өзара бақ сынасатын болады. Алуан жүйрік бар, әліне қарай шабады дегендей аламан болғандан кейін бағы мен бабы қатар шапқан тұлпардың мәреге бұрын келетіні белгілі. Олай болса, кіл жүйріктің ішінен шын жүйрікті бірге анықтайық ағайын. Ендеше республикалық Әлқожаның әндері ән байқауында бақтарын сынамаққа келген өнерпаздарды ортаға шақырайық. Құрмет қошеметпен қарсы алыңыздар. Халық Гаухар, Қарағанды қаласы. Шахаева Айжан, Қостанай облысы. Бағдәулет Мырзахан, Түркістан облысы. Құлжаев Ерлан, Ақтөбе. Махан Ерасыл, Түркістан облысы. Серік Кәусәр, Алматы қаласы. Совет Әділет, Қарағанды облысы. Қошеметтеп отырыңыздар. Досбергенова Ләззат, Қостанай облысы. Нұрбай қызы Арай, Алматы қаласы. Бауыржан қызы Алуа, Алматы қаласы. Бекенова Гүлмира, Алматы облысы. Мұқашева Аида, Қостанай облысы. Бифатима Садуақас қызы, Алматы қаласы. Мұрсал Шәрбат, Алматы облысы. Осы 14 қатысушы бүгін Әлқожаның әндерін шырқайтын болады. Бүгінгі кешке әділ бағасын беретін қазылар алқасымен біз де ресми түрде таныстырып өтейік. Филология ғылымдарының докторы, доцент, қазылар алқасының төрайымы Салтанат Айбергенова. Қазылар алқасының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, әнші, жырау, термеші Өмірқұл Айниязов. Қазылар алқасының мүшесі, белгілі әнші, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Жазира Байырбекова. Қазылар алқасының мүшесі, Қазақ радиосының журналисті Гүлбағыш Бостан. Қазылар алқасының мүшесі, айтыскер ақын, айтыс ақындары мен жыршы термешілердің халықаралық одағының мүшесі Аян Сейітов. Қазылар алқасының мүшесі, әнші, сазгер Қажымұрат Шешенқұлов. Бүгінгі Әлқожаның әндері республикалық ән байқауының бас демеушісі Алмас Мұстафа ағамызға бір шапалақ ұрып қойсаңыздар. Сондай-ақ мен сыйға тартқан орамал дүкендер желісінің директоры Айша Әбдіразақ ортамызда болса, орныңыздан бір көтеріліп қойсаңыз. Әлқожаның әндері ән байқауы елімізде екінші рет өткізіліп отыр. Былтырғы жылғы байқау қорытындысы нәтижесінде Амандос Елтай Роза Әлқожаның орындауындағы ауылды аңсадым әнімен бас жүлдені қанжығасына байлаған болатын. Байқаудан кейін Роза ханым сыйға тартқан орамалға жауап, сіз сыйға тартқан орамал атты ән туып, ол ән Роза ханымның республика сарайында өткен ән кешінде тұсауы кесілді. Бүгінде бейнебаян түсіру жұмыстары жүріп жатқан жайы бар.
Ән құдіреті деген осы болар бәлкім. Құрметті қазылар алқасы, алдарыңыздағы бағалау парағына 10 балдық жүйемен әрбір қатысушыны бағалайтын боласыздар. Ұпай санын сайыстың соңында білетін боламыз. Ендеше көп сөйлеп созбай, әдептен озбай, бүгінгі сайыстың алғашқы үміткерін алдарыңызға шақырайық. Ат жөніңіз? Халық Гаухар. Гаухар. Қай өңірден келіп тұрсың? Қарағанды қаласы. Бәрекелді. Қандай ән орындайсың бүгін? Амандасу. Амандасу. Жалпы Роза Әлқожаның әндерін білесің ба? Иә. Қандай әндерін білесің? Қыз ұзату, ұнайсың аппағым, қазағым, ән салшы Роза, тағы басқа. Роза Әлқожа сияқты әнші болғың келе ма? Иә. Арманыңа жете ғой. Алдарыңызға шақырайық. Халық Гаухар, Қарағанды қаласы, қарсы алыңыздар. Қошеметтеп қойыңыздар. Келесі қатысушы Шахаева Айжан, Қостанай облысы. Екінші Әлқожаның әні республикалық байқауға Айжан есімді қатысушымыз. Қай өңірден келіп тұрсыз? Баршаңызға қайырлы күн. Мен Қостанай өңірінен, Рудный қаласынан келдім. Арнайы бүгінгі байқауда өз бағымды сынап, өнерімді көрсету үшін. Қандай ән орындамақсыз? Роза Әлқожаның әні мен сөзіне жазылған Ақ сұңқар әнін орындамақпын. Сіз үшін бас жүлде деген маңызды ма? Әрине ең бастысы қатысу деп жатамыз байқауға, дегенмен де